Баршаға сәлем, қалдарың қалай? Достар, мен бүгін сіздерге үй жағдайында өте оңай, өте дәмді тартылған етпен пиццаны қалай тез дайындауға болатынын көрсетемін. Егер сіз колбаса, шұжық деген нәрселер жемейтін болсаңыз, онда осы рецепт бойынша тартылған етпен жасап көріңіз. Міндетті түрде жасап көріңіз, өте дәмді шығады. Ол үшін ең алдымен ұн, ашытқы құрғақ, тұз, кішкене қант, сүт және өсімдік майы керек. Бәрін салып, араластырып, сүтімізді құйып, осындай қамыр илейміз. Қамырымызды демалдырып қойып, тартылған етімізді, фаршты сковородкада кішкене май құйып, жақсылап қуырып аламыз. Пияз қосып, сосын болгарский перец қосып, жақсылап қуырып алып, қамырымызды жұп-жұқа етіп жайып, мен жиегін өріп шығам пиццаның. Солай өрсеңіз де болады, мынадай қылып. Сосын қамырымыздың бетіне ең бірінші кетчуп жағамыз. Кетчуп жоқ болса, томат жақсаңыздар да болады. Кішкене майонез қоссаңыз болады. Содан соң дайындап қойған фаршымды бетіне бір тегістетіп жағып шығамын. Оның үстіне сырды майда күштен өткізіп, бір тегіс етіп бетіне сырды салып шығамын. Содан соң қызып тұрған пеште 180 градуста 20 минутта пісіріп аламын. Өте дәмді, өте тойымды, өте оңай. Міндетті түрде жасап көріңдер. Видео ұнаса лайк басамыз, комментарий жазамыз және достарымызбен бөлісеміз. Рахмет. Келесі видеоларымды жіберіп алмас үшін менің каналыма жазылып қойыңыздар.